Достар, осындай әдемі болып шығатын сникерс тортын жасаймыз. Ең алдымен креміне 300 грамм творожный сыр, 100 грамм сахарный пудраны миксерлеп аламыз. Үстіне 300 грамм сливкиді құйып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Карамелімізге 60 грамм арахисті қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бисквиттарымызға пропитка жасаймыз. 50 грамм Қазақстан шоколады, 50 грамм сливкиді водяная баняда ертіп аламыз. Бисквиттің үстіне кремімізді жағып, ортасына арахис қосылған карамелімізді қосамыз. Үстіне крем жағып, бетін жабамыз. Дәл осылай екінші бисквитті де жасаймыз. Сосын үстіне үшінші бисквитті қоямыз. Бетіне 200 грамм Қазақстан шоколады және де 50 грамм сары майды ертіп аламыз водяная баняда. Үстіне 60 грамм арахисті қосып араластырамыз. Тортымызға осылай құйып, жан-жағының барлығына жағамыз. Сосын айналасында қойған қағаздарымызды алып тастаймыз. Осындай әдемі болып шығады. Мен бетін осындай креммен, клубникамен және де ореомен сәндедім. Сіз өзіңіз қалағанша сәндесеңіз болады. Ас болсын!